Ассалаумағалейкум. Біз қазақтар Украин халқына қалай көмек көрсете аламыз? Біздің қолымыздан келетін үш нәрсе бар. Біріншісі гуманитарлық көмек. Екіншісі әскери адамдарға барынша соғыстан қашу. Өйткені ертелі кеш біздің билік бәрібір қазақ әскерін сол жаққа жібереді. Үшіншісі халықтық санкция. Халықтық санкция дегеніміз ол Ресей тауарларына түбегейлі бойкот жариялау. Егер осының алдында сіз бұл іске онша мән бермеген болсаңыздар, енді бұған бейжай қарауға болмайды. Бізге бүкіл қазақ болып бірігіп, түбегейлі үзілді кесілді Ресей тауарларынан бас тарту керек. Егер біз бәріміз бұл істі қолға алсақ, біз Ресей экономикасына қатты соққы бере аламыз. Әрине, оны жүзеге асыру оңай емес. Өйткені біздің нарықтың 70-80% Ресей тауарларынан тұрады. Бірақ жарты жыл бола ма, бір жыл бола ма, бізге бұған шыдай тұруға болады. Егер бір қажетіміз өтелмей қалса, онда тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы аштан өлмесек болды. Құдайға шүкір біздің өзіміздің тамағымыз бар, нанымыз, сүтіміз, етіміз, көкөністеріміз бар, шыдай тұруға болады. Енді қазір мен сіздерге бірнеше мысал келтірейін. Мен қазір смол супермаркетіндемін. Өкінішке орай смол супермаркетінде тауардың басым бөлігі Ресейдікі, бірақ арасынан іздеп тауып, басқа елдердің тауарларын табуға болады. Егер тек Ресейдікі ғана болса, онда супермаркеттен алмай, базарға барып, базардан іздеңіз. Базардан табуыңыз мүмкін. Егер базардан да табылмаса, онда ол затты мүлдем алмай қойыңыз. Супермаркетте таңдауға ең қиын нәрсе ол тұрмыстық химия. Өйткені тұрмыстық химияның 90% Ресейдікі. Ал енді бұның арасынан іздеп кейбір басқа елдің тауарларын табуға болады. Мысалы, мынандай капсулдар, кір жуатын капсулдар көбінесе Ресейден емес, Еуропа елдерінен болады. Мысалы, мынау Ариел капсулдары Франциядан. Мына жерде Франция деп жазылып тұр, өндіруші. Бірақ бұл көрсеткішке сене беруге болмайды. Кейбір кезде бұлар қате жазады. Сондықтан міндетті түрде мына қорабын оқу керек. Мен қорабын оқыдым. Ол жақта Франция деп жазылған. Әрине, оның бағасы ана ұнтаққа қарағанда қымбатырақ. Бірақ сәл бір сәт болса да, бір жарты жыл бола ма, бір жыл бола ма, қалтамызды ойламай, өз намысымызды ойлайық, еліміздің болашағын ойлайық. Өйткені қазір Украинадағы соғыстың нәтижесі біздің елімізге тікелей әсер етеді. Егер олар соғыста жеңсе, онда бізде шынайы тәуелсіздік алуға мүмкіндік пайда болады. Егер олар жеңілсе, онда біз де жеңілеміз. Сондықтан бұған бейжай қарамаңыздар. Сәл болса да қалталарыңызды ойламай, еліміздің болашағын ойлаңыздар. Ары қарай кеттік. Мына ұнтақтың бәрі Ресейдікі. Бұны біз алмаймыз. Келесі. Мынау ұнтақтар Ресейдікі. Мына жақта қорабын оқу керек. Өйткені мына жерде кейбір кезде мында мысалы Ресей деп жазылған, кейбіреуінде Польша деп жазу мүмкін, басқа бір елді жазу мүмкін, бірақ ол Ресейде өндірілген болып шығады. Сондықтан міндетті түрде оқимыз. Мынау Ресейдікі болып тұр. Ары қарай. Мынаның астында бәрі Ресейдікі. Мынау Сербия деп жазылған, бірақ қорабын оқу керек. Мына жерде Сербия деп тұр, дұрыс екен. Мынаны алуға болады. Бұл Сербиянікі. Мына жерде өндіруші Польша деп жазылған, бірақ мынаның қорабын несін оқысақ, упаковкасын. Бұл жақта өндіруші Ресей деп тұр. Изготовитель Хенкель Рус Россия деп тұр. Яғни мынаны біз алмаймыз. Мына жерде Польша деп тұр, бірақ ол Ресейдікі. Мынау тайт, бұл қателеспесем Франциянікі. Мынау Франциянікі, бұл капсулдарды алуға болады. Астындағы ұнтақ Ресейдікі, оны біз алмаймыз. Мына жерде мынау лоск Сербия деп жазылған, бірақ оқимыз, тексереміз. Изготовитель Хенкель Рус Россия деп тұр. Бұл да Ресейдікі. Оны да біз алмаймыз. Астындағылар да Ресейдікі, оны алмаймыз. Мынау енді түсінікті. Миф, анау, мынау, оның бәрі Ресейдікі. Бұларға жоламаймыз. Ушастый нянь, ол да Ресейдікі, оған да біз жоламаймыз. Енді балалардың тауарларын қараймыз. Балаларға арналған тауарларында басым бөлігі өкінішке орай Ресейден алып келінеді. Мысалы, мынау памперс бәрі Ресейдікі. Кейбір кезде мұнда басқа елді жазады, бірақ мен бәрін оқып тексеріп шықтым, бәрі Ресейдікі. Памперс мынау Ресейдікі. Мына жерде өндіруші Польша деп тұр, бірақ ол өтірік. Мұнда код бар.
кодын қарау керек, міндетті түрде кодты қарау керек. Міне, мұнда код көрсетілген, нос деген. Нос немесе N деп тұрады, ол Новосибирск. Міне, Made in Russia деп тұр. Мынау да Ресейдікі. Бұл Польша емес, бұл Ресей. Оны алмаймыз. Мынаның бәрі Памперс Ресейдікі. Хаггис, бұл да бәрі Ресейдікі. Мынау Хаггис, бұл да Ресейдікі. Оны алмаймыз. Мынау Хаггис, бұл да Ресейдікі. Яғни өзіңіз көргендей, Памперстің бәрі Ресейдікі болып шықты. Бұрын осы смол супермаркетінде менің есімде Қазақстанда өндірілетін памперстер сатылатын. Қазір олар жоқ. Бірақ мен мұнда мынандай нәрсе таптым. Мына жерде мынандай бар. Міне. Мынау Мысырда өндіріледі. Хаят Egypt. Мысыр. Мынаны алуға болады. Мынау Эко деген бұл да Ресейдікі. Одан басқа, егер сізге басқа памперс керек болса, интернеттен Жапонияның немесе Кореяның памперсін табуға болады. Мэрис, Муни деген компаниялардікі бар. Сапасы өте жақсы. Әрине Ресейдікіне қарағанда қымбат. Бірақ мұнда біздің қалтамыздан гөрі бізге намысты, бізге принципті жоғары қою керек. Сондықтан сәл болса да бізге осындай қымбатшылыққа шыдай тұру керек. Ары қарай. Мынау тауарлар бәрі Ресейдікі. Фруто няня деген бар. Агуша, Малютка деген, Бонди Ресейдікі. Мұнда арасында Гербер деген компания бар. Гербердің өндірушісі әртүрлі болуы мүмкін. Кейбіреуі Ресейде шығады, кейбіреуі Польшада, кейбіреуі басқа Германияда шығуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде тексереміз. Мынау Гербер, қателеспесем, мына жақта Испания деп тұр, бірақ қорабын оқу керек. Қорабында оқимыз. Польша, Испания, Германия деген әртүрлі болады. Мынау Агуша фрутоняня бәрі Ресейдікі. Өкінішке орай Ресей тауарлары 2-3 есе арзан, сондықтан бәрі оны сатып алады. Бірақ бізге бағасына қарамау керек. Мынаның бәрі Ресейдікі, мынау Ресейдікі. Міне жоғарыда мынау Европаныкі. Бұлардың бағасы да қымбат. Беларусияда шығатын бар Nestle. Беларусияныкында біз алмаймыз, өйткені Беларусия Ресейге көмек көрсетіп жатыр. Бір қызығы, мына Nestleде жазылған тапсырыс берген Nestle Россия дейді. Ресей тапсырыс берген тауарларды бізге Қазақстанға әкеп сатады. Яғни бұл біздің мемлекеттің қандай тәуелді екенін көрсетіп тұр. Мына жақта да өнімнің басым бөлігі Ресейдікі. Бірақ мынандай нелер бар, ұнтақтар бар. Бұлардың көбі Ресейдікі емес, Европа елдерінікі. Нутрилон, Нан дегендер бар. Нестоген, бұл негізі Швейцарияның компаниясы, бірақ өндіруші мұнда, мысалы мұнда Франция деп тұр. Нутрилон Голландия деп тұр. Нан Германия деп тұр. Бірақ міндетті түрде артындағы жазбаларды оқуымыз керек. Тағы бір айтайын деген, егер мына пюрелер сіз үшін тым қымбат болса, онда оны үйде өздеріңіз дайындаңыздар. Блендер сатып алып, үйде өзіңіз сол жемістерді пісіріп, блендерге езіп дайындасаңыздар, бағасы да арзан шығады, және оның қауіпсіздігіне ешқандай күмәніңіз болмайды. Енді мысалы мынандай өнімдерді алып қарасақ, печенье, шоколад деген неше түрлі. Мысалы мынау Барни деген бәріңіз білетін, бұл Украинаның өнімі. Украинаға қолдау ретінде бұны сатып алуға болады. Мына жақта мысалы Чокопай деген бар. Чокопай Ресейдікі, оригинал. Оның көшірмесі бар. Чокопир деген. Чокопир. Бұл Қазақстандық. Чокопир, мына жерде Султан деп тұр. Мынау Қазақстандық. Мынау Чокопай Орион деген, бұл Ресейдікі. Бұны біз алмаймыз. Егер осыны алғыларыңыз келсе, мынау Қазақстандікін алыңыздар. Енді мынандай ас үйге арналған керек жарақтар, ыдыс жуатын, шаң сүртетін, шүберек мынаулар, Бұның арасында да Ресей тауарлары басым, бірақ арасында Европа тауарлары да бар. Және мұнда, мысалы мынау мелочи жизни, бұл Ресей. Мына жақта қазір мен көрсетем. Мұны Фрекенбок деген компания бар. Бұны мен бұрын Ресей деп жүрдім, бірақ ол Украина екен. Осы Фрекенбоктікін алуға болады. Бұның да бағасы Ресейдік сияқты арзан. Бұғанда кейде акциялар болып тұрады, сондықтан осыған мән беріңіздер. Егер арзан тауар алғыларыңыз келсе, мына Фрекенбокты таңдаңыздар, бұл Украинаныкі. Мына жерде бізде теңіз өнімдері, маринадталған
мынандай тегіс 40 қабаты бар, майшабақ бар. Мұнда қазақстандық ас деген компания бар. Ас міне. Бұл Өскемендікі, осының өнімдерін алуға болады. Қалғаны негізінен Ресейдікі. Мына жерде де міне мынау Қазақстандікі. Міне. Ас деген компания. Осыны алсаңыздар болады. Енді шырындарды көрейік. Мұнда Құдайға шүкір өзіміздің қазақстандық компаниялар көп екен. Шырынның шамамен жартысы өзіміздің отандық өнім. Бірақ жақсылап оқу керек. Өйткені мысалы мынандай атауларының бәрі орысша. Сочный, солнечный, добрый деген. Бірақ арасында кейбіреуі қазақстандық өнім екен. Сондықтан артын дұрыстап оқып тексереміз. Және мынандай Ян деген компания бар. Бұны алмаймыз. Бұл Армениянікі. Арменияны білесіздер, ол да түркінің жауы, қазақтың жауы. Сондықтан Арменияның тауарларын да алмаймыз. Мына Ян деген компания бұл шырын өндіреді және дәмдеуіштер өндіреді. Кеңсе тауарлары супермаркетте негізінен Ресейдікі. Сондықтан кеңсе тауарын супермаркеттен алмаңыздар, базардан іздеңіздер. Базарда қазақстандық өнімдер сатылады. Өкінішке орай телефонда бос орын таусылып бара жатыр. Сондықтан әзірше бұл видеоны осы жерде тоқтатайын. Келесі жолы Құдай қаласа басқа да тауарларды сіздерге көрсетемін.